Мен кішкентай кезімде ауылға әжемді көру үшін жиі келетінмін. Ауылдың шетінде 50 жыл бойы ешкім өмір сүрмеген қираған үй болды. Мен әжемнен неге бұлай бұзылып тұр, орнына үй салынбаған ба дедім. Мен осы үйден оның 40 жасқа толмаған кезіндегі ең сүйкімді және сүйікті оқиғаларын естідім. Бірақ ол жерде тек отбасы ғана емес, ескі жесір Лада да өмір сүрді. Бірінші дүниежүзілік соғыста 60 күйеуінен айырылды. Содан бері ауылда жалғыз тұрады. Олар оны бақсы деп санайды, ал әжем бұған қатты сенеді, және кейде бұл әйелдің күндіз көруің бекер емес. Ол үйдің айналасында жүреді, аулада және үй шаруашылығымен айналысып, ал түнде үлкен отбасы аулауға шығады. Бұл отбасы түнде ауланы айналып өтіп, және бүкіл дерлік оның бұл үйді айналып өткен жантүршігерлік оқиғасын естіді. Ал күндіз ол мұны жасырады. Қорадағы шошқа ол өзі еденнен шығып кетті. Лашықтар қирап өзіне қараған адамдардың соңына ерді. Бір жұп жергілікті ауыл арасында ерекше болды. Кішкентай бала сенің қасыңда. Содан кейін ол адамгершілікке қатысты, және ол бірнеше жігіттер мен қыздар түнде оны мазалауға шақырды. Әрине, ешкім онымен бірге жүрмеген. Сірә ол жаққа жалғыз барған сияқты. Ешкім оны өзін және аулада қалай мазақ ететінін дәл білмейді. Мүмкін ол таяқтармен қоршау үшін тастар мен сүйіспеншілікті лақтыра бастаған болар. Одан кейін оның не болғанын ешкім білген жоқ. Өйткені ол ауылда олардың кәрі бақсы шошқасын тұншықтырып тамақтандырды, немесе жай көмді деген сөздерді жоғалып кетті. Бұл оның жертөлесінде. Бірақ ең қорқыныштысы, ауылдағылардың көбісі бұл шошқа деп сенді. Түнгі уақытта кемпір ол жануардың кейпіне еніп аулада жүреді, ал күндіз адам кейпінде өмір сүрген.